Дәмі өте керемет чак-чак дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Бізге осы заттар қажет болады. Кеңірек бір ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оған 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық құмшекер салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 200 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды орап тындырып қоямыз 20 минутқа. Тынған қамырымызды ұн сеуіп, жақсылап жаямыз. Жайып алған соң, шет-шеттерін кесіп, тік төртбұрыш жасап аламыз. Чак-чактарымызды кесуге ыңғайлы болу үшін. Бірақ оның да артынан кесіп, чак-чак қылып пайдаланамыз. Осындай ыңғайлы бөліктерге бөліп алған соң, соломка қылып, бір келка қылып тураймыз. Сонда чак-чактарымыз бірдей әдемі болып шығады. Бәрін турап алған соң, табамызды қыздырып, сумай құйып, чак-чактарымызды қуырамыз. Міндетті түрде тереңірек ыдыс пайдаланыңыз, себебі чак-чактарымыздың салғанда май көтеріліп кетуі мүмкін. Бәрін тура осылай қызарғанша қуырып аламыз. Бөлек ыдысқа 150 грамм балымызды салып, қыздырамыз. Қайнауға жеткенде 50 грамм құмшекер қосып, жақсылап араластырып, 1 минут қыздырамыз. Чак-чактарымыз суыды, бәрі осындай әдемі хрустящий болып шықты. Балымызды ыстық күйінде құйып, жақсылап лопаткамен араластырамыз. Қалаған формаңызда қатырсаңыз болады. Өте әдемі, өте дәмді ас болсын.